Достар сәлем, мынау қобыз. Қобыз қазақ халқының көне ықпалы музыкалық аспабы. Бұл негізіне бақсылардың құралы болған. Бақсылар қобызбен сарнап айтқан, сарын тартқан, адам емдеген, болашақты болжаған, және де табиғаттың тылсым күштерімен байланысқа түскен. Қобызшылар қобызбен күй тартқан, әншілер әндерін, жыршы жыраулар жыр дастандарын қобызбен сүйемелдеген. Қазіргі таңда қобыздың репертуары өте кең. Қобыздың дәстүрлі күйлері, халық әндері, домбыра күйлері, сондай-ақ Қазақстан композиторлары мен шетел композиторларының туындылары қобызда тартылады. Және де қазіргі заманғы заманауи жанрларда орындалатын барлық әндерді қобызда тартуға болады. Қобыз неден жасалады? Қобыз арша, үйеңкі, жиде, қарағай және тағы да басқа ағаштардан тұтас шабылады. Қобыздың ішектеріне 5-6 жасар тірі аттың немесе айғырдың қылы, ұзын болса жалы тағылады. Қобыздың терісіне негізінен түйенің терісін тартқан дұрыс. Себебі түйе терісі өте төзімді болады және де дыбыстың қою, қоңыр болып шығуына өзіндік әсерін тигізеді. Ал енді қобыздың құрылысына келейік. Мынау қобыздың басы. 2 құлағы. Темір, қошқар мүйіз салпыншақтар. Шайтан тек, қыл өтетін 2 ойық. Мынау қобыздың мойны. Шанақ. Шанақты 2-ге бөлуге болады. Үлкен шанақ, кіші шанақ. Мынау ойық жерін қобы деп айтады. Кіші шанаққа әгі түйенің терісін тартады. Мынау қылы, тиегі, мынаны құйысқан деп айтады. Мынау қайыс тартпа. Дүмінде түймесі бар. Ішінде айна орнатылады, менде бұлар күміс. Қобыз жайында тың қызықты мағлұмат білем десеңіздер, менің парақшама жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Лайк басыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.